дәстүрлі емес діни ағымының белсенді мүшесі, Қазақстанда кең етек жайған сопылық бағыттағы Нақшбандия діни ағымының көшбасшысы. Соңғының жақтастары өз қатарларына қазақстандық жастарды ықпалына түсіріп, аталған діни ағыммен саналарын улауда. Яғни, дәстүрлі исламға бет бұрған жастарды алшақтатып, Нақшбандияның идеологиясын саналарына құйып ұлттық құндылықтардан бас тартуға әсерін тигізуде. Одан бөлек, Нақшбандияның көшбасшылары Түркия елінде ұл қыздар оқитын медреселер соғып, қазақстандық жастарды тартып, тегін діни тәлім-тәрбие беруде. Осы ретте қазақстандық жастарды тегін діни білім алудан бөлек, 4 мезгіл ас, тегін жатақ орын және Түркия елінде киелі жерлерге экскурсия жасау сияқты әрекеттерімен қызықтырады. Тегін дүниеге алданған жастар діни көзқарастары өзгеріп, елімізге келіп, діндарлар арасында фитна туғызады. Оның үстіне Түркиядағы медреседе діни білім алған жастарға оқығандығы жөнінде арнайы сертификат берілмейді. Яғни, бұл дегеніміз, медресенің өзімен ондағы діни тәлім-тәрбие беретін ұстаздардың жұмыстары адамның ойына күдік ұялатады. Сондай-ақ, аталған тұлға мен оның жақтастары Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рұқсатынсыз, елімізде заңсыз миссионерлік қызметпен айналысқандығы үшін бірнеше рет әкімшілік жауапкершілікке тартылған.